Еңбекқор кірпі мен жалқау қоян. Бұрынғы өткен заманда бір орманда еңбекқор кірпі мен жалқау қоян өмір сүріпті. Кірпі күні бойы алма, саңырау құлақ жинап, дамыл таппады. Інін қысқы азығымен толтырып, бөлінбейтіндей етіп сақтап қойды. О, қандай тамаша күн! Күннің шуағына қыздырынып, демалғанға не жетсін? Иә, жақсы күн. Бірақ мен қысқа дайындалуым керек. Уақытым аз. Қыспа, әлі ерте ғой. Достым, сен тым асығып жүрсің. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей, қоян досым. Күндер сынаптай сырғып өте береді. Қыс жетіп, қар қалың жауған кезде орманда суық, тамақта тапшы болады. О, қандай суық, ас та жоқ, пана да жоқ, не істеймін енді? Кірпі, досым, көмектесші, тоңдым, қарным аш. Кел, қоян досым. Паналай ғой, міне жылыда кең орын бар. Рақмет, кірпі, сенің айтқаның рас екен. Енді мен де сен сияқты еңбекқор боламын. Дәл солай. Кірпі, биыл қысқа азықты көбірек жинайық. Бірге еңбек етсек, бәріне үлгереміз.